саяси қызметкер. Дөңгелек үстеліміз Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 100 жылдығына арналады. Бұл кісі заңғар жазушы, қазақтың мақтан тұтар үлкен тұлғасы. Бұл кісі тек қана жазушы емес, сонымен бірге Отан соғысының ардагері. 24 жылы 27 қазан Қызылорда облысы Арал ауданының Құлында ауылдық кеңесіне қарасты екен соңғы парыз сенің ағаңнан көптеген маңызды нәрселер алдым деп Анатолий Ким деген ресей орта шенінде өзі ішінде болып бүге шегесіне әкеліп мана көретін Голландия оқиғасына әке жазбақ болады. Оның жазушылық жолы осыдан басталған болатын. Комментер трилогиясының ең маған ұнаған жерлері ол адамдар өздерінің ауылындағы жинап балық аттаған кезі болып саналды. Өйткені ол кезінде көптеген адамдар ең қызық жері сол кезде ғана басталды. Революциялық уақыттарда болған. Комментер трилогиясы балық аулаушыларға арналған. Ол жерде балық аулаушылар қалай балық алғаны, қалай балық аулаумен мәселелер болған жерлер туралы олар. Комментер трилогиясы 3 бөлікке бөлінген. Олар 3 бөлігі әр уақыт туралы жазылған. Және сол сияқты әрбір уақыттарға жазылған. Бірінші болса, комментердің негізгі кейіпкерлері Комментер шығармасындағы Еламан ол жуас, ақ көңіл, ақ бейлі адам. Ол осы Ұлы Отан соғысына қатысып, ол өзіне лейтенант деген 1943 жылы лейтенант деген белгіні алды. Және ол осы өзінің мектебін бітіргеннен кейін оны бірден осы әскерлікке, яғни Ұлы Отан соғысына қатысуға шақырып алды. Ол Ұлы Отан соғысынан кейін ол оны 1949 жылы марапатталғанда оған 3 ордені берді. Ал ол Әбдіжәміл Нұрпейісов оған келіспей 3 ордені яғни боксқа тастап жіберді. Не үшін тастады? Себебі ол Енді бүгінгі дөңгелек үстеліміздің соңында кері байланыс жүргізіп жіберейік. Бүгінгі сабағы, бүгінгі дөңгелек үстелде нені оқыдық, нені Асысында жазушы жазушысы 2000 жылы 22 қараша дүниежүзілік соғыс ардагері. Оңтүстік және Прибалтикалық майданында Луганск түбіндегі мен ротасында саяси қызмет істеген жақсылығына көп мақтанбау керек екенін түсіндім. Адам болып жақсылық істеу керек. Сен өзің саған көмектеспесе де соларға